20 ғасырда адамдаттың дамуына кедергі келтіретін көптеген оқиғалар болғанын жақсы білеміз. Оның ішінде жұлымыңды жұлып алардай оқиғаның бірі Ұлы Отан соғысы. Ұлы Отан соғысында қазақстандық қыз жігіттердің жасындай жарқылдап ерліктің үлгісін көрсеткенін жақсы білеміз. Біздің 101-ші қазақ атқыштар бригадасы Псков облысының ауыл селоларын, қалаларын қорғауда ерліктің үлгісін көрсеткен. Біздің осы Псков облысына баратын сапарымызды Ресейдің астанасы Москвадан тағзым биіктігінен бастауды жөн көрдік. Азуынан от бораған соғыстың құлбырауы тіпті Мәскеуге де жеткенін тарихтан білеміз. Батырлар жолы мен патриоттық экспедициясының сапары міне осы Москвадан басталды. Бұдан кейін сапарымыз Рига темір жол вокзалынан Москва Великий Луки жүрдек пойыз арқылы жалғасты. Бет алысымыз соғыстың зардабын татқан Псков облысы. Мақсатымыз Невель, Новосокольники қалаларында болып, қазақстандық қаһарман ұл қыздардың әруағына тәу ету, жаңадан орнатылған батырлардың тас мүсініне бас ию. Қазақстандықтар атап айтсақ, павлодарлықтар өлі разы болмай, тірі байымайды деген сөздің өміршеңдігін көрсетіп келеді. Патриоттық экспедицияның құрамында Қазақстан Павлодар телеарнасының түсіру тобы және Әбілқайыр Баймолдиннің жерлестері, облыстық мәслихаттың депутаты Қанат Әлтаев, Лебяжі аудандық мәслихаттың депутаты Қуандық Тілеуғабыл бар. Біздер іс-сапарымызды бастамас бұрын Невель аудан әкімшілігіне келдік. Біздерді аудан басшысы Александр Ващенков жылы шыраймен қарсы алды. Әңгіме төркіні сұрапыл соғыс кезінде осы жерде ерлікпен қаза болған қазақстандық майдангерлер жайында болды. Жол жалғасып кете берді. Жан-жағын орман қоршаған Ресей жері жап-жасыл. Бұдан 69 жыл бұрынырақ соғыс өрті шарпыған аймақтың тас жолымен алға зулап келеміз. Жолдың екі жағы дөңес-дөңес төмпешіктер, ойдым-ойдым жерлер. Бұларды соғыстың болғанынан хабар беретін белгілер десе де болатындай. 3,5 жыл неміс фашист басқыншылығында болған өңірдің адамдары қарапайым, кекселеу көрінеді. Окоп пен траншеялардан жырым-жырым жерді көргенде құлағыңызға соғыстың дауысы келгендей болады. 1941 жылдың аяғында Алматыда 100-ші қазақ ұлттық атқыштар бригадасы құрылған болатын. Осы бригада 39-ші армия құрамында 1942 жылы 25-ші қарашада тұңғыш рет ұрысқа кірген. Одан соң 1943 жылдың басында Великий Луки аймағында қорғаныс және шабуыл шайқастарын атқарған. Ал Невель қаласы маңындағы қиян-кескі ұрыс қазақ атқыштар бригадасының қайсарлығын елге танытқан. Великий Луки үшін болған шайқаста жаудың қарсы шабуылын тойтарған бригада Невель қаласын алуға қатысып, Большой Иван, Каратай көлдерінің аралығында аса қиын қорғаныс ұрыстарын жүргізеді. 100-ші атқыштар бригадасының командирі полковник Анатолий Морецкий, орынбасары подполковник Әбілқайыр Баймолдин болған. Жоғары офицерлік кавалерия мектебін абыроймен бітірген, әскери білімі жоғары Әбілқайыр Баймолдин жауынгерлер арасында аса үлкен құрметке бөленеді. Жерлесіміз кәсіби әскери комиссар Әбілқайыр Баймолдин мен сол бригаданың құрамында көрнекті жазушы, артиллерия сержанты Әділхан Нұршайықов та бірге соғысқан. Ірі құрамалар керек болды. Сондықтан екі атқыштар бригадасын біріктіріп, бірінші атқыштар дивизиясы деген ат берді. Бұл бірінші атқыштар дивизиясы деген ат берген уақытта Әбілқайыр подполковник еді, енді бұл кезде полковник болды. Полковник болып бірінші атқыштар дивизиясы командирдің орынбасары болды. Заместитель по строевой части дейді. Мына барлық жауынгерлік жұмыс жағын басқаратын орынбасары болды. Мінекей өсті біргенде осылай қызмет етіп жүрді. Сосын бізбен бірге Невель қаласын алуға қатынасты. Қаһарман жерлесіміз Әбілқайыр Баймолдин соғыс тактикасын әбден меңгерген, әскери сауатты болған. Ол 100-ші ұлттық атқыштар бригадасы командирінің білікті орынбасары болған кезде өзінің елгедектігі мен тиянақтылығымен танылған. 1943 жылы 4 қаңтарда Невель қаласының солтүстік батысында Изоча станциясы үшін қиян-кескі шайқас болады. Біздер жерлесіміздің ақтық демізілген деревнясы аумағына келдік. Бейбіт заманның бейбіт аспаны, айнала жасыл желекке оранған көк шалғын, орман тоғай. Мынандай табиғат аясын ешқашан соғыс өрті шарпымағандай деп ойлайын десек, ойдым-ойдым окоп орындары, траншеялар көңілсіз суретте еріксіз көз алдыңызға келеді. Бақайшағына дейін қаруланған жау 3,5 жыл осы өңірде ойнақ салған. Тарих солай дейді, майдан даласы солай дейді.
Мы сейчас находимся вблизи деревни Староселья. Эта деревня находится северо-западнее Невеля, недалеко от города Новосокольник, примерно 14-15 километров. Здесь развернулись очень большие и ожесточенные бои в декабре 1943 года между первой стрелковой дивизией и немецкими войсками, которые обороняли город Новосокольники. Заместитель первой стрелковой дивизии Абылхаир Баймульзин как раз вот руководил вот этой операцией по взятию вот этой деревни Староселья, и потом дальше там очень большие укрепленные были у немцев районы и высоты, которые оборонялись артиллерией. Ну, и как раз вот в этом районе полковник и погиб случайно от разорвавшегося невдалеке снаряда. Вот эту операцию он руководил, и эта операция также она была успешной, потому что немцы очень сильно обороняли высоты, и артиллерия, и танки, и самолеты. А все-таки вот дивизия не отступила. Дивизия вот на этом рубеже укрепилась и продолжала дальше наступление. И вот наступление как раз заглохло, когда вот убили замкомдива Баймульзина. Намыс ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер деген Бауыржан Момышұлының сөзі. Намысы бар қазақ азаматтарын қан майданда қамшылағандай. 100-ші ұлттық атқыштар бригадасында қазақ жауынгерлері оқ пен оттан тайсалмаған. Оны осы қаланың тұрғыны Мария Архипованың "Біз алғашқыда қара көз жауынгерлерден қаймықтық, ал немістер болса, олардан Шыңғысханнан қорыққандай қатты қорықты" деген жазбасынан оқып көз жеткіздік. Тұтқынға түскен фашист, "Біздер шабуылға шықтық, бізге қарсы қоңырқай өңді жауынгерлер көтерілді. Шайқас тең болмады, біз шегіндік. Кейіннен білдік, бізбен соғысқан қазақтар екен" деп жазылған Марс операциясы мен "Қазақтар ажал аймағында" деген кітапта. Осы бригаданың бел ортасында шайқасқан, Мәншүк пен Әбілқайырмен бірге қарулас болған әйгілі 100-ші бригададан тірі қалған майдангердің әңгімесінен назар қойсақ. Когда в Алмате в 1941 году формировалась новая казахская отдельная стрелковая бригада, был он направлен заместителем командира бригады, нашей 100-й бригады. Ну, в 100-й бригаде командиром бригады тогда был полковник Шевцов, комиссаром был бывший академик Сахтаган Баишев. 100-я казахская национальная бригада в основном формирована была из молодежи добровольцев казахов. Почти 92% это были чисто казахская молодежь. Их обучали в Алмате. Вот тогда я заметил Баймульдина. Правда, я тогда еще на низовой работе был старшиной роты, потом командиром роты. Он был очень боевым человеком, знающим хорошо военных, потому что среди всех этих офицеров военных он более-менее знающим чувствовал, потому что политическую академию закончил, кадровый офицер, поэтому все старались как-то через него узнать военную технику. Невель, Великий Луки, Новосокольники стратегиялық үшпұрышын қолдан бермеу үшін әккі жау жан берісіп жан алысты. 3 жылдай неміс әскері мұнда әбден бекінді. Өйткені Гитлердің солтүстік және орталық армиясына барар үшпұрышы осы жер болды. Олардың қолында биік төбелер, жергілікті адамдар өздері қазған терең орлар қажет еді. 100-ші бригаданың құрамында Мәншүк Мәметова жасындай жарқылдап, ер азаматтардан қалыспай, жаумен шайқаса білген. 1943 жылдың 16 қарашасында Изоча станциясының маңында 173-те 3 биіктігінде жанаямас шайқас болған. Здесь совершила свой последний подвиг дочь казахского народа, звезда Востока, герой Советского Союза Маншук Маметова. Очень мешала вот эта высота, 173,7. И тогда вот Абылхаир Баймульзин разработал такую операцию, что захватить ее тоже у немцев. И вот с 3 сторон эту высоту захватили, выбили немцев. Шел бой. Вот, а потом все, от отделения никого не осталось, одна Маншук. И тут тоже мина разорвалась, ее ранило в голову. Вот. Ибраил кричал: "Сестренка, стреляй, стреляй!" А немцы все-таки поняли, что уже на высоте народу почти не осталось к вечеру. И осмелели, пошли в наступление, но тут все-таки в сознание пришла Маншук, опять скосила вот очередную наступающую цепь. И еще одна мина взорвалась, и все. Она фактически погибла в этот момент. Биіктікке орналасқан мергендер Мәншүк пен Ибраим Сүлейменов жауға оңай болған жоқ. Олар жауды алдау ниетімен қатарынан 3 окопты да шабуылға пайдаланды.
Екеуі бір-біріне қамқорлық жасай отырып, пристерге төтеп берді. Мәншүк жүгіріп жүріп 3 окоптан оқ жаудырды. Міне осы биіктікте қазақтың қаһарман қызы Мәншүк Мәметова неміс басқыншыларымен шайқаста қаза болған. Міне мына жердің бәрінде толып кеткен окоптар. Мүмкін мен жатқан мына бір окоп Мәншүк Мәметованыкі болар деген ойда отырған жайымыз бар. Осылай екі қаһарман қазақтың ұл қызы осы биіктікте мерт болған. Қандай кешірімсіз оқиға, қандай қанпезерлік. Жар құшағын көре алмай, ана болып бала сүйе алмаған қыршын жастың жер жастанғанына қалай өкінбессің. Жау жағаласта аямайды деген осы. Осылай Невель қаласы орталығында 2 зират пайда болды. Зират басында сөз сөйлеген полковник Әбілқайыр Баймолдин, даңқты Невель қаласының тұрғындары, біздің қадірлі жолдастарымыздың зиратын қараусыз қалдырмаңыздар. Оларды көздің қарашығындай сақтаңыздар деген екен кезекті шабуыл алдында. Дәл осы уақытта осы зиратқа өзі келіп жататын тіпті де ойламаған. 2 жолдасының қазасына қатты қайғырған Невель қаласының коменданты полковник Әбілқайыр Баймолдин екеуін мәңгі есте қалдыру үшін Невельде 2 көшенің атын 2 батырға беруге шешім шығарған. Бүгінде қалада бір көше Мәншүк Мәметова, екінші көше Ибраим Сүлейменовтің атымен аталады. Құралайды көзге атқан мерген Ибраим Сүлейменов 290 фашистің көзін жойған. Бұл ерлікке пара-парыз. Сондықтан қазақтың тағы бір қаһарманы ресми құжат бойынша әлі де батыр атағын күтіп келеді. Батырды батыр атандыру көзі ашық, көкірегі ояу тірілердің аманаты. Осылай үлкен істі орындай сала Әбілқайыр Баймолдиннің өзі де снаряд жарықшағы тиіп қайтыс болады. Соғыста ерліктің, достықтың үлгісін көрсеткен қаһарман қыз Мәншүкке, полковник Әбілқайыр Баймолдинге, тараздық даңқты жауынгер Ибраим Сүлейменовке ескерткіштерді жарқыраған граниттен жасауға және 3 ескерткішті қалпына келтіруге демеуші болған Энерси Евразия корпорациясына, Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының президенті Алмаз Ибрагимовке және Либяж ауданы әкімі Серік Әбсалықовқа алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Либяжлік адаматтар жат жерді жанбастаған, өзге елде өгейсіп жатқан қаһарман жерлестеріне туған елінің топырағын апарып, рәсімімен зиратына салды. Ресейліктер сол жердегі бауырластар зиратын күтіп баптайтыны көрініп ақ тұр. Батырлардың бәрінің зираты басына гүл қойылғаны соны аңғартады. Мәншүк пен Әбілқайыр Баймолдиннің ауылынан барғандар туыстарының тас мүсінін көріп, өздерімен жүздескендей болғаны рас. Көп нәрсені білмейді екенбіз әлі батыр ағамызды. Бұны енді әрғай барып жалғасып зерттеп, халыққа, туған еліне, қала беріп өзіміздің облысқа ағайын туысқанға жеткізген міндетіміз деп есептеймін мен өзім. Осы елдің халыққа айтып жатыр, Ресей бере алмапты кезінде герой атын. Өздері де ұсынып, бағана айтып жатыр, президентке айту керек, біз хат жазайық президенттеріңге, премьер-министрге хабарлайық. Бұл адам халық қаһарманының атына ие болуға лайықты деген пікір туып жатыр. Енді ойлаймыз, біз де өзіміздің шамамыз келгенше осы бір іс-шараға қолымыздың ұшын беріп, бұл кісінің енді әрине ерлігімен келеткен ұрпақ тәрбиелеуге біз тиістіміз. Бөлінгенді бөрі жейді деген емес пе халықаралық патриоттық идеяның авторы, Қазақстан электролиз заводының вице-президенті Жұмабек Қамзиннің қазақстандықтарды бір-бірінен бөлмеуінің алдында бас июге болатындай. Жарқыраған граниттен жасалған 3 ескерткіштің ортасындағы орынға Астанадан Бәйтеректен апарған топырақ салынған капсуланың салынуы отанның ортақ екенін танытпай ма? Бүгін мінекей жаңадан ашылған ескерткіш Ибраим Сүлейменов, Мәншүк Мәметова, Әбілқайыр Баймолдинге соның қасында тұрмыз. Оны біздің павлодарлық жерлесіміз Жұмабек Қамзин өзінің осы брекшайбырын келіп, осы жердегі біздің жатқан жерлестеріміздің бәрінің ескерткіштерін жаңартып, осы бүгінгі күнге жеттік. Көп рахметімді айтамын. Керемет етіп жасаған, бәрін керемет етіп реставрация жасаған. Анау бұрыннан жасалған памятнигінде де болдық. Оны қалай астынан мраморменен әшекейлеген. Сосын өзінде сондай жаңартқан. Осы өңір үшін қазақтың қосшылары Әлия мен Мәншүктің ерлікпен қаза болғанын тарихтан жақсы білеміз.
Новосокольники, Невель қалаларындағы қос ескерткіштері қайта қалпына келтіріліп, алтын түсті бронзамен безендірілген. Қос батырдың тас мүсіні күнге жарқырап шағылысып тұр. Ескерткіштің табанына елден апарған тас төселіп қоршалған. Гүл салғыштар орнатылып, мәңгі жасыл шаша егіліп, қалалықтар демалатын орындықтар қойылған. Она меня взволновала до глубины души. Юная девушка, ну почему Бог так дает? Такое горькое детство у нее было, безрадостное. Но, тем не менее, дали все родители, родственники.